жанар жағармай туралы айтатын болсақ, едәуір көлемде Ресейден бүгінгі таңда келуде. Ресейден келетін көлемнің мөлшері индикативный баланспен тағайындалған болатын, әр жылға тағайындалады. Бірақ қазіргі таңда Ресейден келіп отырған жанар жағармайдың көлемі индикативный баланстан әлде де көбірек. Мысалы, егер светлые нефтепродукты дейміз, оның көлемін айтатын болсақ, 1,8 миллион тонна жылына болатын. Сол көлемнен асып келе бастағанда, әрине біздің жаңағы нефтеперерабатывающий заводтарға әсер етеді. Бірақ енді бүгінгі таңда Ресейден келетін жанар жағармайдың көлемі шектелсін деген шешім қабылданған жоқ. Жақын арада қабылданбай ма деп санаймын. Ол бірақ енді министерствоның құқығы, біздің ұлттық компанияның құқығы емес. Бүгінгі таңда 3 мұнай өңдеу заводтары жаңғырту процесінде. Мысалы, Атырау өңдеу заводын айтатын болсақ, онда ароматика жөніндегі бірінші этапының реконструкциясы бұйырса осы жақын арада бітеді, март бекін асып кетсе. Жаңағы Павлодар мен Шымкент өңдеу заводтарының программасы игерілуде. Жаңағы бұл екі заводтың игерілуіне арналған қаржыда бар осы күні. Олармен EPC контракт дейміз, Exploitation Production Construction. Бұл контрактілері де бар. Сонымен 16 жылдың аяғында, 17 жылдың басында 3 заводтың модернизациясы бітуге тиіс. Бұл 3 заводтың модернизациясы біткен жағдайда 24 жылға дейін Қазақстан ішкі нарығы толықтай жағармаймен қамтамасыз етіледі. Дегенмен де ары қарай 24 жылдан кейін қалай болады? Оның кейін мұнайды өңдеп сыртқа шығару үшін шикі мұнайды шығармай өңдеу завод салсын деген тапсырма бар. Ондай тапсырманы ең алдымен министерство зерттеуде. Әрине Қазмұнайгазға да ондай тапсырма берілген. Ол оңай емес зат. Ең алдымен 4-ші завод салынатын болса, онда жаңағы мынау Қашаған, Теңіз, Қарашығанақ, осы 3 үлкен контрактыдан мұнай жеткізілу керек бұл заводқа. Ол мұнайдың бағасы кішкене көтеріңкі, сондықтан ішкі нарықтың бағасына қандай әсер етеді екені соны түсіну керек. Онан кейін мысалы экспорт жөнінде айтатын болсақ, осы күнгі біздің экспорттайтын нарығымыз ол Қырғызстан, ептеген кішілеу объем Өзбекстан, Ауғанстан. Қалғандарына конкуренция жағынан ойласақ оңай емес, сондықтан ар жақ бер жағын ойланып тиімді шешім қабылдау сол жолында жүр министерствода, ұлттық компанияда. Бірақ нақты шешім қалай да болса да үкімет қабылдайтын болады.